Baş olup bana tuğsa, tartkansınday beline buğsa, neşik türlü enşiri kaytedi, sosipati jayavmusay. Akşamangday karaktı, düzdün gözden bir kaçı. Сарыарканын Сахи даласындагы кут конган берекелі ауылдың бүгінгі 60 жылдық белесі елдің үлкен ұлық қуанышы деп есептеймін. Сағынып Нұра, мен келдім, сырыңды айтшы, сен маған бабамның болған қонысы деп Сәкен Сейфуллин жырларына арқау болған қасиетті Нұраның төрт құбыласындағы ауылдардың ішінде осы Талдысай ауылының маңызы жөні бір бөлек деп ойлаймын. Ақсақалы абыз, анасы абзал, азаматы намысты, арулары аяулы, осындай бір үлкен берекелі құт қонған ауыл. Құрметті Талдысай ауылының тұрғындары, осы біздің ел ордасының іргесіндегі Нұра ауданының оң қанатына қоныстанған ауылдың берекесі таси берсін, болашақтарыңыз жарқын болсын, осы ауылдарыңыздың құт берекесі арылмай, қазандарыңыз ортаймай, төрт құбылаларыңыз тең болып, өрістеріңіз кең болып, осы біз қазақ деген халық мал баққан еліміз, ешкіммен соғыспай тыныш жатқан еліміз деп қаз дауысты Қазыбек би айтқандай, төрт түліктеріңізді тел өргізіп, осы кең даланың төсінде берекелі өмір сүріңіздер. Еліміз аман болсын, кең байтақ жеріміз аман болсын, Талдысай ауылының мерейтойы құтты болсын. Sağımda bellerim, sabındı köllerim, turasın mengelek, tosunda kevdenim, tabalmay şöldedim, ötkinin örnegen, kaytarşı balausa, sәтімді sen menin. Мен жүрген көшелердің бәрі де өзгерген, қайда сол кешегі құрбылар көз көрген. Асыр сабалысқан, қайда сол дос бауыр, жүрсем де алыста сағынтты ескі ауыл. Арайлы таңдарым, саф ауа саумалым, өзіңде қалықтап, ақ қанат арманым. Самалды тауларым, саялы бауларым, жаныма батады жырақта қалғаным. Мен жүрген көшелердің бәрі де өзгерген, қайда сол кешегі құрбылар көз көрген. Асыр сабалысқан, қайда сол дос бауыр, жүрсем де алыста сағынтты ескі ауыл.
көшелердің бәрі де өзгерген. Қайда сол кешегі құрбылар көз көрген. Асыр сабалысқан қайда сол дос бауыр. Жүрсем де алыста сағынтты ескі ауыл, сағынтты ескі ауыл. Шығысын шөлге беріп, төрт құбыласын желге беріп, керіле созылып жатқан сары дала сарыарқа. Тамылжыған табиғаты, тұңғиығы тұнжыраған көлдері, арналы өзендері, аласа таулары мен сағым ойнаған самал желдері небір қилы кезеңдердің куәгері болды. Бұл жердің көмейінен көсем жыр атқылаған небір сұңғыла ақындар да, қол бастаған батырлар да, асқынған дауды жартауыз сөзбен тоқтатқан би шешендерді өткен. Арқа даласы көненің көзі, асылдың мекені. Әркімнің кіндік қаны тамған өңір жер жәннәті. Алтын бесік деп аялап жататынымыз да сондықтан болар. Жер емген ел болады, жер қадірін білмеген елдің өмірінде ырысы кем болады деген халық даналығы. Жер тарихы, ел тарихы, еліміздің мақтанышы. Табиғат құбылысынан пайда болып, тас дәуірінде адам қонысы болған айдаһарлы Құдайберлі үңгірі. 1816 жылы жеріміздің кен байлығы мен өсімдік әлемін зерттеу үшін Батыс Сібір губернаторының бұйрығымен Маркшейдер Иван Шангинге бастатып 200 адамнан жасақталған экспедициясын Қазақ даласына аттандырған. Иван Шангин «Дневные записки» атты күнделігінде айдаһарлы Құдайберлі үңгірі туралы жел соққан сайын екі тесігінен неше түрлі қорқынышты дыбыс шығарып, 30 метр тереңдіктен үңгір іші төбесіндегі түндіктің жарығымен үрейлі сәулеленіп кетеді екен деп жазбасын қалдырып кеткен. Жолбасшылық қылған қазақтардан аңызы туралы Құдайберлі жотасы мен Жақсыкөң өзенінің суретін салған. Аңыз кілт, ел жұмбағын ашады екен, мерберт сөздің көңіл тасады екен, жерінде талдысайдың мекен етіп, бір жылан тау басында жатады екен деп, айдаһарлы Құдайберлі аңызын ереймендік ақын апамыз Арысты Шотбаева 1970 жылдары жырлаған. Жазушы Сәбит Мұқановтың өмір мектебі кітабына арқау болған атақты тарихи ескерткішіміздің қазіргі жағдайы аты бар да заты жоқ. Себебі Совет заманында үңгірден шығатын үрейлі дыбыс пен бозғылт сәуле тарылғанынан қорыққан геологтар үңгірдің ішін динамитпен жарып түбіне баратын жолды бекітіп кеткен. Оранды жылдарға дейін осындайлы шұрайлы, құйқалы жерімізді Алтай Төртуыл тінәлі елдері жайлап қоныс етіп келді. 1930-1932 жылғы халық басына түскен ашаршылықтағы дүрбелеңді, зор балаңды жылдары ел азды, жер тозды, халық босты. Тұрымтай тосына, балапан басына дейтін заман туды. Амалсыздан тоз-тоз болып, іргесі сөгілген ел күнкөрістің қамыменен өлгендерін көмусіз қалдырып, тірілері жан-жаққа тарап кеткен екен. Төрт атам Ыдырыс, Бөлке, Қайыржан, Қаңтарбай атамның Қарашалқын совхозынан 90 қой бөліп, Аққара көкмізді ашаршылықта елсіз қалған елді ел қыламыз деп, Тоғжан Қайыржан деген атам бәрінен елге баратын кім бар дегенде 4 жыл белін буып шыққан ғой. Елсіз елге келіп, үйдегі мәйіттерді шығарған жаңа жан-жақтағы бүкіл сүйектерді бәрі жабылып, жаңа 4 жыл сол жердің зиратына апарып көмеді, кімдікі екенін де білмейді. Ашаршылық кезіндегі адамдардың кету себебі әуелі індет келген, одан кейін ашаршылық болған, жоқшылықпенен. Әйтпесе ел қауырт көшпейді ғой. Артын қалай болатында ешкім болжамаған. Қалған адам жоқ, жете алмағаны жолда қалған, жеткен елге жеткен. О туған жер, кең пейіл құшағың кең,
саған көңіл бұлғынар күш ағын мен, сағынышымды қанат қып саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен. Алақаны, анамның топырағың, сендік махаббатымның оты жалын, сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастерлі, аспан далау, сенде жанды тербетер дастан барау, менің мынау өмірдегі құштарлығым сені жақсы көруден басталған ау. Туған жер әр адамның дүние есігін ашқан атам екені. Адам өмірге келіп ес жия бастаған сәтте өз болашағына өткеніне де ден қоя бастайды. Адамның болашағы да өткені де туған жермен тығыз байланысты. Суы бал, көдесі май, самалы саумал, табиғатымен тамсандырған ауылымыз өткен ғасырдың 60-шы жылдарында құрылды. Ел көшкен жердің азынаған желі болады дейді көз көргендер. Ашаршылықтан босып кеткен халықтың бос жерлерін совхоз құрылғанға дейін Қорғалжын ауданының колхоздары жазғы жайлау ретінде пайдаланды. 1961 жылы үкіметтің қаулысымен мал басын көбейту ісі қолға алынып, өлкемізде совхоздар құру туралы жарғы шықты. Ол кезде біздің жасымыз 19 бен 18 арасында жігіт болатын. Менің Қозбағар деген, Шайқын Санақ деген, Шермамедов Шалқар деген, Ібіни деген кісі бәрі жаңа совхоз құрамыз деп біздің Қылышқа келді. Ол ата Қылышшы, онда Қылыштың орталығы мынау Қылыш болатын, бұрынғы ескі Қылыштың орталығы, Әддененің орталығы. Содан біз баламыз, мен, Әбілқадыров, Қазымбет, Нұртайып, Қиқу бәріміз атқос шығып, жылқышы олықты, аға жылқышы кім, Омар Әбілқадыров, сол кісіден барып ат алдық. 6 ма 7 ат. Талсайдың шақарын салатын жер іздеді шалдар. Негізі карта бойынша бұл жер Айдақарлы Құдайбері жерінде екен. Талсай несі сайы. Соған жаңа атпен бардық, 3 бала атқосшымыз, жаңа Қазымбет, Қиқу үшеуміз. Кісілердің атын суарамыз, ертеқін аламыз, бағамыз. 3 күн жүрдік сол жақта Айдақарлы жағында. Жер іздеп. Шалдар бері ақылдасып, Талсайды осы Жансейіттің бойына көгінен бақтығына саламыз. Қыздар жақын деп, соны шешіп, сол жерге Қозбағар марқұм жаңа шалдар бәрі қазық қағып, сол жерде жаңағы Талсайдың ең бірінші босағасын ашқан сол кісілер. Мәшіне қаптап атыр, кім келіп атыр, біреу кетіп атыр. Сүлейменов Қозбағар бейшара елдің адамы ғой. Сол кісі қай жерден құратынын бәрін өздері есептеп, Абай көшесі деп жаңағы 2 көшенің проектісін сызып, шетарзорын үйлерді әшейін 1 айдың ішінде бәрін тік тұрғызып қойып, 1 айдың ішінде. Адамның күші, манау жұмыскердің сондай ынталы беріліпсіңін шаруа ғой. Ескі клуб салды, оның бер жағынан дәкөй столовый салды, 2 үлкен общежитие салды. Келген адамдардың бәрі әлгі жерден жұмысқа аттанады. Кешке таман дискотека құрып, гармон тартып ішінде Толқынбек марқұм бар. Бейділеп жаңағы Орыс Қазық Мамырбек марқұм бар. Бәрі елдің шетін шулатып атады, қарап отырамыз. Одан елеу шылынбай Қорғалжыннан келіп жаңа радиозыл ашып, коммутатор ашып, әлеу Талсай тыңдап тұрған Шылынбай деп жаңа айтқанда біз әлгісін алғашқыда бір ертегі тәрізді көретінбіз. Рәбиға апамның өлеңін айтқанда мамасы оқ құлыным аудауысынан айналайын, айта берші дейді. Апа, кім ол деп әдейі сұраймыз. Ой балам-ай, қызым-ай, менің қызым ғой әлгі. Жодырықтай қызым елден асып, Алматыға барып әртіс болып кеткен деп әлгіс көзінен жас алатын. Әр есімде 1961 жылы әкей мен шешей, ал енді біз Сәрсекке көшеміз деп мәшінеге отырып Талсай жаққа бет алдық. Қолында бір 4 бұрышты почтаның сағаты, осыны сен сындырма барғанша жеткіз, осыған жауап бересің деп маған. Сол таңертең ертеш Қорғалжынан шықтық, газ 51 деген мәшіне болатын. Сонымен таңертең шығып кешке бірақ жеттік соқы. Талсайға барып, қонып, 4 нөлі Абай көшесінде бертінге дейін тұрдық, сол үйді. 4 комнаталы үй, зал жағында біздің семья жатты, жанұямыз. Бір комнатасында почта болды, екінші бөлмесінде бір жағында фельдшер, сосын медпункт болды сол жақта. Бәрі соның бір үйде болды. Әлі есімде. Анау уақытта свет жоқ қой күндіз. Связьдің бәрі рация түкі папамда ғана. Анау генератор бір айналдырып отырады. Папам латышка, я коробка деп дауылдың амандығын айтып, самолетті қарсы алады, поштасын жіберіп, поштаны қарсы алып, сөйтіп өстік. Әкем
11 жасында жетім қалып, Жамбыл колхозында нағашысы Әбілда дегеннің тәрбиесінде болып, жылқы баққанға әбден үйренген ғой. Сол жылқысымен, табынымен өтті. Әкем Ысқақ Басқарыс жанұясыменен осы алғашқы Талдысай совхозына келген. 41 жылдан 45 жылға дейін соғысып, майданда еңбек етіп, Қызыл жұлдыз орденімен наградталып, Япония соғысына қатысып, 47 жыл енді ай есімде жоқ. Сол 7 жыл соғысты бітіріп, әкеміз елге оралған. Одан кейінгі өмірім 1961 жылда айтайын, сол совхоз құралғалы еңбек етті. Анам әкеме серік болып, жазда жайлауда, қыста қыстақта еңбек ететін. Ағанам Бәтиқаның еңбегін айтайын. Ол кезде еңбек ақы береді, бермейді деген елде сөз болмайтын. Ел үшін, халық үшін, еліміз көркейсін деп қымыз сауып, анау Қарамола жайлауынан анам сол Бәтиқа жалғыз өзі аштып, Қорғалжын ауданына, білесіздер, Қорғалжын ауданына молоковозбен түннің қараңғысынан жіберетін. Жылқының тамшылары көбейіп, Комбаз деп атақтап, әйгілеп, бір ферма сықылды үлкен ұжым болды. О жерде Омар Әбілқадыр атамыз істеді, Бүркітбаев, Ермек, Нұртаев, Қиқу азаматтармен, жанұяларымен зейнетке шыққандарынша еңбек етті. Біздің әкеміз Жақупов Рақан колхоз уақытында барып, совхозды ұйымдастыруға жаңа қатынасқан, өте қарапайым орта шаруадан шыққан, өзі өлгенше соғыстан жараланып келіп, қой шаруашылығымен айналысты. Біз енді бала кезден сол ауылда туып өстік, соның топырағынан жаралдық десек болады. Әкеміз Қазақ ССР-ның жоғарғы советінің депутаты болып сайланды. 61 жылы совхоз болып құрылдық. Елімізге ел келіп қосылып, өрісіміз кеңейіп, жеріміз молайып, молшылық бола бастады. Әкеміздің еңбек жолы ерен болып, соның тәрбиесін көріп өстік, мал бақтық. Жұмыстың ешқайсысынан қашқан жоқпыз, бәрін еңбек еттік, ер жеттік. Ауылым осы менің іздеп келген, кеткелі талай жылдар тізбектелген, талы бар, ән шырқайтын бұлбұл қонып, шыңы жоқ, иығына мұз бөктерген деп, жез қоңырау сағы якын жырлағандай, ауыл десе көз алдымызға қазақтың кең даласы, тұяғымен жер тарпыған тұлпардың дүбірі, төскөйді өрбіген 4 түлік малы, кешкі мезгілде әңгіме құрған ақ сақалды қариялардың қоңырыны, ауылды у-шуға бөлеген балалардың шат күлкісі құлағымызға келгендей болады. Заман қанша өзгеріп, нарық ағымымен алға жылжса да, жаһандану үрдісі қылғытып, жұтып қоярдай жан алқымынан алса да, бәрібір атамекенге, туған жерге деген жүрек түкпіріндегі сыздаған сағыныш алауын өшіре алмақ емес. Ұлық бол, кішік бол, қай-қайсының тағдырында, тарихында ауылсыз көзге елестету қиын. Алабөтен анта ықыластың балалық бал дәуреннен басталып, жалаң аяқ жер басқан, дала кезіп қырасқан, топшымызды бекітіп, қанат қағып ұшқан ұямыз, әлі күнге дейін арқа сүйер асқарымыз, маңдай тірер алтын діңгегіміз. Осы Целиноград қалалық медучилищесін бітіріп, акушерлік мамандалып, 1974 жылы 1 апрельден бастап Қорғалжын районы Талдысай совхозына жіберілді. Мен бірінші барғанымда сол жерде көрмеген, білмеген, естімеген жерім бұрынғы. Қалада жүрдім, қайдан білейін, бардым, сонда барып, сол жерде ақырында менің алтын үйем болып қалатынын Алла тағала маған жазыпты. Сол жерден өстім, өндім. Аллаға шүкір, Алланың берген кішкентайлар бар, балалары болды. Содан 3 жыл жұмыс істеп, сол жерде тұрмысқа шығып, 3 жылдан кейін бала бақшасына ауыстым. Медпунктта бірге қызмет еткен жаңағы Гүлажар Тастанова деген болды. Бізден кейін келген енді жастар болды. Мәрзия Сыздықова, Бақыт Уашева деген жас мамандар. Әлі күнге дейін істейтін Шолпан Ибраева. Сол қазір қызмет етіп отыр. Олардың шопыры болды. Көлбаев Қайрат деген бала. Скорый Қайрат. Медпунктта өзгерістер болып жатты, уақыт өте береді. Адамдар өзгереді. 72 жыл көшіп бардым. Әкем марқұм нұсқау берді. Атамекеніміз ағайындар шақырып отыр. Бұл енді Талдысай орта мектебіне барып жұмысқа тұрдым. Бұл мектептің бір ерекшелігі, мектеп директоры Мәжит ағамыз бір тынымсыз жанады. Класстан тыс
жұмыстарға әсіресе көп мән береді. Соңында сол кездің сол жаңа қолтаңбасы, қысты күні хоккей командасы, жазды күні футбол командасы, драм кружок, әлгі мамыр мерекесін қарсы алу 1 мамыр. Осының барлығы бір ғажап. Бапкер әрі ойнайды, әлгі Шегебай марқұм Шылымбайұлы жасында жарқылдап жүретін, соңында оқушылары, оның үшін өзінің інісі Бейсен бар. Осылар Баршынға барған месінде. Баршының жастары әскерден келгендері бар. Солар мына балаларды біз таптап тастаймыз ғой деп сөйледі. Мен физрукқа жаңағы өкілімін барған, қолхат жазып беріңдер деп. Мен ешқандай қолхаттың қажеті жоқ. Ойнап көрейік дедім. 14-ті қалдығым жеңдік. Күні бүгінге шейін мен жаңағы жерде осыны ұмытпаймын. Не екенін білмеймін. Міне, бұл енді осы Талдысай мектебінің өзі маңдайына жазылған бір шаруа. Кейін мен өзім университет бітіргеннен кейін сол Мәжид ағамыздың осы кейбір осындай шаруаларын өзімнің күн өмірлік тәжірибеме енгізіп, өз мектебімде де осындай бір шаруалар өткізуге жаңағы талпынып жүрген жайым бар. Менің атамекенім Талдысай, Аллах Тағала қолдап қорғап, арық жіберіп дегендей. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Абырай Алтынсарин айтқандай, өскелең ұрпаққа сапалы білім беріп, сан толқын оқушыларды оқыту жолында еңбектерін сарп еткен мектеп директорларын айтпай кетуге болмайды. Олар Мәжит Өмірзақұлы, Еркеш Бостанұлы, Асылтас Алтайқызы, Гүлнәр Төлентай қызы. Оқу ісінің меңгерушілері туралы Мәжит Өмірзақұлы айтқандай, мектептің қара құлыптар атанған Шәрипа Маулиевнаның еңбегін айта кету керек. Ол кісі қазақ тілі әдебиеті пәніне шәкірттерін қайнардың тұнығынан сусындатып, талай оқушыларын тәрбиелеп, мемлекеттік деңгейге шығарған қадірлі ұстаз. Сонымен бірге Украина жерінен педагогикалық білім алып, ауылымызда еңбек жолын бастап, облыстық деңгейде марапат алған қадірменді ұстаз Жексенбекова Фарида Тұяққызы еді. Ұстаздық еткен ұлығым, мәңгілік есте қалатын тұлға. Сондықтан да Талдысай орта мектебінде қызмет істеген мұғалімдер қауымы қандай да болсын жоғарғы марапаттарға лайық. Біз майданда бол, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, Ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болды. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер
өліп кеткен көзімен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Әділдіктің, әділеттің алдаспандай болған, шындықтың шырақшысындай болған қасиетті сайындала сарыарқадан арқалы ұлдар, даналар, не бір дүлілер, не бір мықты ұрпаққа ұлағат айтар азаматтарымыз тарағаны баршаға мәлім. Сонау сұрапыл соғыс заманында біздің мықты азаматтарымыз, осы талдысайлықтар 21 азаматымыз аттанып, ол жаққа ұлы отан соғысына тоғжыманып, Қайыржан ағамыздың қайырымдылығымен өз қаражатына танк жасаттып, соғысқа аттандырған, самолет жасатқан Қажымұқан сияқты үлкен бір ерлік жасағаны баршаға тарихтан мәлім. Кеңес дәуіріндегі де ауған соғысы басталған кезде осы Талдысайдан Қызыл Ту орденінің иегерлері бір емес екеу, Раздеваев Мергенбай мен Есенәлі Еркінбек аттанып, және Елеу Мұрат деген жауынгеріміз болған еді. Мінекей, сондықтан да бізді ұштастыратын осы бір жерде мен де өзімнің осы талдысайлықтарды азамат есебінде, ардагер есебінде әкелеріміздің сондай ерліктерін бір ауыз еске алып, олардың ауыр қиын жағдайларда жанын шүбірекке түйіп, бірақ өзінің намысын сақтаған, қанын төксе де арын төкпеген ұрпаққа өнеге етуге тиістіміз. Талдысай, сайында тал, қойнында мал, қазақи салт дәстүрі жойылмаған, тараған алтын құрсақ аналардан ұл туған, ұлағатты бойында ар, отан деп отқа түскен оғландар, ерлігін бүкіл әлем мойындаған, жамандық қасиетке бой ұрмаған, жасай бер сарыарқадай сайын далам деп, сайын даладағы бүгінгі мерейтойымыз құтты болсын ағайын. Еліміз тыныш, береке, ырыс болсын, әрқашан амандықта жүздескенше. Жарқырап жазда көлі, қыста белі, арайлы таң шапағын құшқан еді. Талдысай қасиетті қорғалжың бәк қонып құттарған пішпақ еді. Сәуле ойнап аққайындар арасында енеді ерекше бір жарасымға, түтіні түзу шыққан бір ауыл бар, арналы жақсы көлінің жағасында. Қырында қызғалдағы құлпырады, жастары биіктерге ұмтылады. Төртуыл Алтай менен Тінәл елі, жарасқан қай кездегі ынтымағы. Қарылғаш ұя салып тал басына, береке тілеп біткен мал басына, кеңестің кезінде де шағын ауыл айналған мұсылманның ордасына. Шуаға жүректерге жарық берген, иманының негілін халық көрген, қажыға қол тапсырып 70 адам Меккеге жаяулатып барып келген. Қыздары қос өрімді бұрын таққан, мәпелеп сүрмеген ұлын тақтан, кезінде Құдай берлі бай өтіпті қақарлы айдақардың тілін тапқан. Тартылса өзендері құрғап алды, кенеткен бұлақ етіп жылғаларды, кенпейіл алтын құрсақ шағын ауыл, туғызған талай тарлан тұлғаларды. Қайыржан жаралғандай асыл заттан, бойында намыс отын лапылдатқан, әқ адал ақшасына таным жасап, аңсаған жеңіс күнін жақындатқан. Өнеге өмір жолы ұл қызыңа, оқсаған көк аспанның жұлдызына, апамыз Рабиғадай күміс көмей, айналған халқымыздың бұлбұлына. Беретін аға өнеге қартым ақыл, қашанда қазақ деген халқым асыл, 60-қа туған ауыл толып бүгін, асып кетті Талдысайға жарты ғасыр. Атағы Алашыма танымалы, қолдасын бабалардың әруағы, талдары бәйтерек боп Талдысайдың енселі биік болсын шаңырағы. Қойыны құтқа толы далам болсын, қашанда жайма шуақ заман болсын, қыздарың қызыл гүлдей жайнап өсіп, ұлдарың алтын бақан аман болсын. Кеңейіп осындайда арқа басын, ел жүгін азаматтар арқаласын, Құдайым қуаныштан айырмасын, тойларын ешқашанда тарқамасын. Құрметті талдысайлықтар, ауыл ел бесігі дейтіндей Талдысай ауылының торқалы 60 жылдық тойы құтты болсын. Өз атымнан сіздерге осы тойларыңызды құттықтай отырып, киелі жерлеріңіз, өз елдеріңіз, туған жерлеріңіздің көркеюіне тілектеспін деп айтамын. Әр жанұяларыңызға бақыт, ынтымақ, құт, береке тілеймін. Қазақта сөз бар ғой, жақсы аға орман, жақсы іні қорған дейді. Осы елдің тұтқасын ұстап отырған үлкен ағалар, және де кейінгі буын, жас буындар осы елдің тірегі болады деген сенімдемін келешекте. Талдысайдың осы 60 жылдық той құтты болып, аман есен өтуін тілеймін. Және де енді Алла жазса, Алла қаласа, келесі 70 жылда Алла нәсіп етсе, ол да осылай бір жақсы абыроймен өтеді ме деп сенімдімін. Жұртта қалған елдің өмірі үнемі жұпыны емес. Барар жер, басар тауы бар. Бірақ құт мекенін тастап кеткісі жоқ.
іргелерін ажыратпай берекесін бірлігін арттырып отырған ел. Қара шаңырақ ауылымыздың сәулеті келіспесе де, дәулетін арттырып отырғандар қонысын тастап кетпейді. Уақыт өткен сайын жаутан қаққан баладай әркімге бір телміріп, әрі тарт пен бері тарттың күнін кешсе де, біреуге күнін түсіріп, үмітін арттырмайды. Бұл күнде жұртта қалған қазақ ауылдары аз емес. Оны еске алсақ, ауылымыздың ертеңгі тағдыры не күй кешер екен деген сумаң ой, тұла бойыңды одан әрі мұздатып, не бір мазасыз тірлік құшағыңа қалай сүңгіп кеткеніңді білмей қаласың. Әзірге ауылымыздың түтінінің түзу ұшқанына қуанып жұбаныш тапқандайсың. Осындайда туған жердің балалық балғын шағын аңсап, ата-баба қонысына қайтып оралғандар баршылық. Араға 11 жыл салып, атасының өсиетін орындау үшін Ерзат Талғатұлы ел жаққа көштің басын бастады. Бірлігі бүтін, үйімшіл ауылымыздың халқы қаймағы бұзылмаған дәстүрлермен қарсы алып қуанышқа кенелді. Осындайда көнегөз бабаларымыз елге ел қосылса құт, Тәңірі жаққан шырағыңды ешкім үрлеп сөндірмесін, өшірмесін деген екен. Бақытты бол қарағым, қара көзім маралым, алтыннан болсын тарағың, күмістен болсын жарағың, көштерің көлікті, жолдарың көрікті болсын деп ауылымның ақсақалдары бата беретін. Осындай мамырашай тіршілік кешіп, алақандай болса да, әр қилы өмір соқпағын басынан өткеріп келе жатқан ауылым. Дегенмен де, түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылымыздың төбесінде екеніне бек сенімдімін. Туған жер анам еркеледі түн, көңілімді менің көркемедетін, қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Санамда қалған елесің бекем, сағындым десем сенесің бекем. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Қоңыр желескен қойнауларында, сейілдеу ғажап орман бауында, өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Көркемеді ғой бәк шақтары да, тау бөктеріне көк шыққаны да, сағынышым болып қалқып өтетін. Туған аспанның ақ бұлттары да, сағынышым болып қалқып өтетін. Туған аспанның ақ бұлттары да. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың